Білесіз, бұл идеяны ұнатпайтын американдық батырлар бар. Нил Армстронг, Джин Сернен екеуі де сіз дамытып жатқан коммерциялық ғарыштық ұшуларға қарсы екендігіне куәлік берді. Маған қызығы, сіз бұл туралы не ойлайсыз? Бұл мен үшін ауыр болды. Себебі олар менің батырларым. Бұны көру мен үшін ауыр. Мен олардың келіп, біздің қандай жұмыс жасап жатқанымызды көрсетеймін. Мүмкін бұл олардың ойын өзгертер. Сізді жігерлендірген солар еді, солай емес пе? Иә. Және олардың сіздің бақытыңызға тас лақтырып жатқаны өте қиын. Оларға нені дәлелдемекшісіз? Мен ғарыштық ұшуларға біршама өзгертулер енгізгім келеді. Әрбір адамға ғарыштық ұшу қолжетімді болуына көмектескім келеді. 2008 жылы өмірімдегі ең қиын таңдаумен бетпе-бет келдім. Менің ойымша, 2008 жылы менде 30 немесе 40 миллион доллар қалған болатын. Менде екі таңдау болды. Бірінші таңдау барлық ақшаны бір компанияға салсам, екінші компания сөзсіз құрайтын болды. Немесе ақшаны екі компанияға бірдей бөлу. Бірақ екіге бөлсем, екі компаниядан қорданбай кетуі мүмкін болды. Бар еңбегіңді бір нәрсені құруға салғанда, ол сенің балаң сияқты болып кетеді. Осылайша қайсысына өмір беріп, қайсысын өлімге қиюым керек. Бұлай жасап өзімді құртуға жол бермедім. Сөйтіп, ақшаны екі компанияға тең бөлдім. Бақытымызға орай екеуі де аман қалды. Сіздің үлкен сәтсіздігіңіз қалай болды және сізге қалай әсер етті? Әрине, жолында тонналаған сәтсіздіктер болады. Мен айтып өткендей, SpaceX-ның алғашқы 3 ұшырылуы сәтсіз аяқталды. 4-ші ұшыру үшін керекті бөлшектер мен қаржыны әрең жинадық. Егер 4-ші ұшыру сәтсіздікке ұшырағанда, біз де құрайтын едік. Иә, жолында көптеген сәтсіздіктер. SpaceX үшін дұрыс эксперттерді тартуға қатты тырыстым. Мен зымыран үшін керемет бас инженерді табуға қатты тырыстым. Бірақ күшті инженерлер командаға қосылмады, ал нашарларын тартудың қисыны жоқ. Сөйтіп өзім зымыран үшін бас инженер болдым. Жақсы инженер тапқанымда сәтсіздіктер 3-тен аз болуы мүмкін еді. Қатар болған 3 сәтсіздіктен кейін мен бұны тастаймын дедіңіз бе? Ешқашан. Неге? Мен ешқашанда берілмеймін. Көптеген адамдар дұрыс компания ашуыма көндіргісі келді. Достарымның бірі зымыран жарылысы туралы видеолар жинап, маған көрсетті. Ол бар болғаны, менің ақшадан айырылғанымды қаламады. Біз сәтті болу екіталай істер жасап жатырмыз, және қолымыздан келді. Кем дегенде осындай жетістікке жеттік. Қазір тәуекелге баратын кез. Сіздердің балаларыңыз жоқ. Үлкейген сайын жауапкершілік те үлкейеді. Отбасың болған кезде тек өзіңде емес, отбасында да қатерге тигесің. Сәтті болмауы мүмкін істерді бастау қиынға соғады. Қазір ойлағандарыңды жасайтын кез, яғни жауапкершіліктерден бұрын. Мен сіздерді тәуекелге барып, батыл іс жасауға шақырамын. Еш өкінбейсіздер. Көлік компаниясын бастап сәтті болатынын қалай білдіңіз? Мен Tesla жетістікке жетеді деп ойлаған емеспін. Сәтсіздікке ұшыраймыз деп ойладым. Бірақ адамдардың электрлі машиналар, гольф машиналар сияқты ұсқынсыз, жай, іш пыстырады деген қате түсініктерін жоямын деп ойладым. Компания сәтті болады деп ойлаған жоқсыз. Ендеше неге бастадыңыз? Егер бір нәрсе маңызды болса, нәтижесі сәтсіз болады дегеннің өзінде де тырысып көру керек. Бәрі сізге бұл ақылға қонымсыз идея деген кезде шешім қабылдау туралы қалай ойлайсыз, немесе сол нәрсені жасауға күшті қайдан аласыз? Біріншіден айта кетсек, мен қорқынышты қатты сезінемін. Адамдар айтады, менде қорқыныш жоқ деп. Олай емес. Қорқыныш қатты сезіледі. Егер саған бір нәрсе маңызды болса, соған қатты сенсең, онда қорқынышқа қарамайсың. Анық мақсатқа жету жолында қандай технологиялық қажеттіліктер керектігі туралы ойланамын. Және сол бағытта қолдан келгенше ілгерілік жасауға тырысамын. Бауырыммен бірге алғашқы компаниямызды құрғанда, пәтер жалдаудың орнына кішкентай офисті жалдап, диванда ұйықтайтын едік. Бізге ыстық болды.
YMCA'де душ қабылдайтынбыз. Бізде бір компьютер болды. Веб-сайт күндіз қосулы болатын. Ал мен түнде бағдарламалаумен айналысатынмын. 7-7 күн бойы, әрқашан. Сол кезде ұнатқан қызым қасымда болу үшін офиске келетін. Сөйтіп офисте ұйықтап қалатын. Ояу кезінің әрбір сағатында қатты еңбектен. Егер компания бастап жатсаң, мен осылай кеңес берер едім. Қандай сала болмасын, күштілердің күштісі болсан да, сәтсіздік әрқашан ықтимал. Менің ойымша, не жасап жатсаң да айналысып жатқан ісіңді жақсы көру өте маңызды. Егер жақсы көрмесең, өмір қысқа. Ісіңді жақсы көрсең, жұмыс жасап жатпағанның өзінде де сол туралы ойлап жүресің. Яғни ойынды сол жаққа тартып тұрады. Егер ісің ұнамаса, оны келістіре алмайсың деп ойлаймын. And if you don't like it, you just really can't make it work, I think.